Достар, сіздермен бірге мен Аридол. Бүгін сіздермен бірге слайм жасап көретін боламын. Және де осы слаймды мен интернеттен көрдім. Және де бізде шығады деген ойдамын. Және де ол клейсіз және тетрабаратсыз. Мен таңғалдым шынымды айтсам, бірақ көп каналдарда шығып жатыр. Менде де шығады деген ойдамын. Алыншы бастайық. Ол үшін бізге шампунь қажет. Шампуньді құямыз. Көп құймаймыз, себебі мен тексеріп көріп жатырмын, достар. Достар, сіздер басқа да шампуньді қолдана аласыздар. Қою болса болды. Менде Head and Shoulders өте қою. Және де пена для бритья қажет. Пена для бритьяны бірінші біз жақсылап қосамыз. Міне достар, енді бұның бәрін біз жақсылап тұрып араластырамыз. Және де маған көп адам стопқа қоймауымды өтінді. Мен араластырдым. Міне бізде осындай болу керек примерно. Және де тұз қосамыз. Енді бұның бәрін жақсылап тұрып араластырамыз. Достар, мен өзім сенбей жатырмын. Меніңкі кәдімгідей қоюланды. Мен тағы да тұз қосып, қазір араластырып көремін. Және де мен сияқты Head and Shoulders пен осы пена для бритьямен істеп көріңіздер, сіздерде шығады деген ойдамын. Қазір мен жақсылап тұрып араластырып болғанын көрсетемін. Достар, білмеймін неге екенін, бізде бірінші сұйықтау болып кетті. Мүмкін холодильникке қойғанымда дұрыс па еді, білмеймін. Сіздерде достар шықса маған комментария жазып жіберіңіздер. Мүмкін мен бір нәрсені дұрыс істемедім, бәле тұзды көп қостым ба, білмедім. Ал екінші рецептке бізге тағы да шампунь қажет. Міне осынша. Және де кішкене фуя қосамын. Енді біз кішкене пена для бритьяны жақсылап шайқап аламыз да қосамыз. Даже қазір ингредиенттерді көп қосуға қорқатын болдық, себебі слаймдар шықпай қала береді. В общем, достар, бізде осындай масса болып шықты. Әрине қою, бірақ мен ешқандай результат көріп тұрған жоқпын, шынымды айтсам. Қолға жабысады. Кішкене тұз қосамыз да жақсылап тұрып араластырайық. Міне достар, қараңыздар. Мен тағы да шампунь қостым. Кәдімгідей бізде қоюланды. Көріп тұрғандарыңыздай. Енді мен бұны морозильникке где-то 5 минутқа қойғым келіп тұр. Кішкене тұз қостым. Енді бұның бәрін жақсылап тұрып араластырамыз. Қараңыздар достар, кәдімгідей қоюланып жатыр. Міне достар, бізде осындай болды. Және де бұны біз морозильникке қоямыз. Қараңыздар, кәдімгідей қою. Іштеріңіз пысып кететін сияқты. Мен бұның бәрін араластыра бергенше 15 минуттай араластырдым. Және де ол менде қоюланды. Алыншы кеттік. Міне достар, морозильникте 5 минуттай тұрдым. Енді мен қазір ұстап көретін боламын. Қолға кішкене жабысады. Менің ойымша пена для бритьяның кезінен қолымызға жабысатын болды. Білмеймін достар, менде ешқандай рецепт шықпай жатыр әлде. Мүмкін мен дұрыс істемей жатқан шығармын, комментария жазып кетіңіздер. Егер де сіздерде бұндай ол рецепт шықса, бірақ менде күшті болып қоюланды. Ал егер де сіздерге видео ұнаса, лайк басып, комментария қалдырып, және де менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Және де келесі видеода слайм шыққан қалайсыздар ма әлде, кукинг шыққан қалайсыздар ма, комментария жазып кетіңіздер. Менің ойымша бекерге кеткен жоқ деп ойлаймын уақытым. Ал ендеше, пока.